Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай заказға арналған квадратный үлкен көлемді торттың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен біз таза ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 9 жұмыртқамызды ақуыз мен сарыуызынан бөліп алатын боламыз. Ол міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Бірінші ақуызын миксерлеп бастаймыз. Миксерді ең төменгі жылдамдықпен жаймен бастайтын боламыз. Миксерлеп жатқан кезде қантымызды 3-ке бөліп салатын боламыз. Жұмыртқаның ағын қанша біз көбірек миксерлейтін болсақ, біздің бисквитіміз де соншалықты биік болып, және де әдемі болып пісіп шығады. Біз миксермен 10-12 минуттай миксерлейтін боламыз. Міне біздің ақуызымыз дайын. Осылай жұмыртқаның ағы осылай ағарып, әдемі болып шығады. Миксермен былай ұстап көтерген кезде ол түспей, өзінің формасын ұстап тұру керек осылай. Келесі бізде жұмыртқаның сарыуызы, қалған бізде қантымызды екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Бұларды да өзінің көлемі ұлғайғанша ағартып, формасын ұстайтындай етіп миксерлейтін боламыз. 6-7 минуттай миксерлейтін болсақ жеткілікті. Міне біздің жұмыртқаның сарыуызы да дайын. Осылай көлемі ұлғайып, осындай ағарып, әдемі болып шығады. Дайын болған массамызды енді екеуін біріктіретін боламыз. Бұл бисквит барлық пештерде, духовкаларда пісе береді. Ешқандай пешті талғамайды. Бар болғаны біз бисквитті дұрыс пісірудің рецептісін және де қалай жасау керек екенін білсек болды. Енді біз екі массамызды біріктіретін боламыз. Тек енді миксерді қажет етпейміз. Келесі бізде осындай лопатканың көмегімен араластырып барлығын біріктіретін боламыз. Осындай лопатканың көмегімен баяу барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Міндетті түрде барлығы араласуы қажет. Барлығын араластырып болғаннан соң, келесі құрғақ заттарымыз ұн және де ұн қопсытқыш, қалауыңызға қарай ванилин барлығын қосып араластыратын боламыз. Оны да міндетті түрде осындай лопатканың көмегімен араластыруымыз қажет. Онымыз міндетті түрде жақсылап араласуы қажет. Достар, менің каналымда көптеген торттардың және де одан бөлек тәтті десерттер, тағамдардың рецептері бар. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмас үшін астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Бисквитімізді жасап жатқан кезде біз міндетті түрде жарты сағат алдын пешімізді қосып қоюымыз қажет. Бисквитті араластырып жатқан кезде міндетті түрде ұнымыз арасында қалып кетпеуі қажет. Жақсылап барлығы біркелкі араласуы қажет. Араласып болғаннан соң міндетті түрде өздеріңіз кез келген формаға салып пісіріп алатын боламыз. Мен осындай екі формаға екі бөліп пісіріп алдым. Бисквиттеріміздің бетін бір тегіс етуіміз қажет. Сонда біздің бисквиттеріміз тегіс әдемі болып шығады. Бисквиттің қамырын құйып болғаннан соң, ең соңында міндетті түрде осы лайфхакты қолданыңыздар. Осындай ұзын таяқшаның көмегімен барлық бисквиттеріміздің арасын осылай айналдыра, бір тегіс етіп осылай айналдыруымыз қажет. Сонда біздің бисквиттеріміз біркелкі болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Бұл бисквиттеріміз өте жұп-жұмсақ болып шығады. Бұл бисквиттерді үй жағдайында да жасап, кремсіз де жесеңіздер болады, дәмді болып шығады. Бұл бисквиттің рецептісі менде 2 еселенген. Барлық формасын және де құрамдарын толық ақпаратты астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көре аласыздар. Міне біздің бисквиттеріміз пісіп шықты.
осылай әдемі қызарып пісіп шығатын болады. Бисквитімізді суытып болғаннан соң ғана барып формасынан шешіп алатын боламыз. Бисквиттерімізді суытып, формадан шешкеннен соң ортасынан бөліп, дайындап, қаж жинауға жіберетін боламыз. Менде бұл заказ торт болғандықтан, осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Бисквиттердің арасы керемет болып пісіп шыққан, аралары жұп-жұмсақ, нәзік болып шыққан. Осылай барлық корждарын тура 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Келесі кезекте біз кремін дайындайтын боламыз. Бізде крем-чиз бізге 1 килограммдай қажет болады, және де 900 мг сливки және 300 грамм қант қажет болады. Барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырып, кремдеріміз дайын болғанша араластырып тұратын боламыз. Міне менің кремім дайын болды. Осындай көлемде формасын ұстайтындай болуы қажет. Корждарымызды енді жинайтын боламыз. Менде осындай 4 корж шықты. Бірінші коржымызды орнына қойып, пропиткамен осылай сүтті сумен осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Артынша осындай кондитерский мешокқа салып, кремдерімізді біркелкі етіп жинайтын боламыз.
Міне достар, біздің тортымыз бітуге дайын қалды. Осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген оформлениямен жасап, осылай торттарыңызды жасасаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қазақша каналымды дамуына өз үлестеріңізді қосып, және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Медина қызымызға арналған детский торттың рецептісін бөлісетін боламын. Сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Менің каналым пайдалы, қоңыраушаны басып, жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Биік торттарды жасаудан қорқып жүрсеңіз, міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. 100% әдемі болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға 80 грамм сары май және де 100 грамм қара шоколадымызды осылай жай отта ерітіп алатын боламыз. Ерітіп болғаннан соң біз бөлме температурасында суытып қоятын боламыз. Бізде келесі таза құрғақ ыдысымызға 4 дана жұмыртқа, 160 грамм қан, екеуін жақсылап миксердің көмегімен көлемі ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Осындай сіздерде қолдың миксері болса, 5-6 минуттай тоқтатпай миксерлейтін болсаңыздар, сіздерде осындай көлемі ұлғайып, әдемі болып көтеріледі. Болғаннан соң біздегі келесі бөлме температурасында суыған шоколадымызды үстіне қосып жіберетін боламыз. Екі массамызды жақсылап миксердің көмегімен араластырып болғаннан соң құрғақ заттарымызды қосатын боламыз. Бізде осындай бөлек ыдысымызға 200 грамм ұн, 15 грамм ұн қопсытқыш және де 20 грамм какаоны қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан соң келесі массамызға қосып, басын біріктіретін боламыз. Бізде массамызға қосатын кезде ұнымызды екіге бөліп қосатын боламыз. Міне біздің тортымыздың тестасы дайын. Осылай болуы қажет. Барлығын араластырып болғаннан соң біз өзіміздің кез келген формамызға салып пісіретін боламыз. Сіздерге кеңесім, осындай кондитерский пакетпен ішіне салып жүргізсеңіздер, сіздерге өте ыңғайлы. Алдын ала осылай тортымыздың формасын сызып дайындап алатын боламыз. Менде 20 дециметр. Осылай кондитерлік пакеттің көмегімен сызып алсақ, біздің тортымыз тегіс және де жұмыс жасағанға өте ыңғайлы болады. Біз пешімізді алдын ала жарты сағат алдын 180 градусқа конвекция режимінде қосып қоюымыз қажет. Сонда ғана біздің бисквит осындай корждарымыз жақсы көтеріліп пісетін болады. Міне біздің тортымыздың корждары осылай пісіп шықты, 20 дециметрде және де менде осыдан 12 дана шықты. Ал енді корждарымызды пісіріп болғаннан соң кремдерімізді дайындайтын боламыз. Бізде осындай творожный сыр, сливки және қант. Осы үшеуін жақсылап миксердің көмегімен араластырып крем жасайтын боламыз. Барлығының құрамын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Бұл кремді миксердің ұзақтығы 5-6 минуттай миксерлейтін боласыздар және де формасын ұстағанға дейін миксерлесеңіздер жеткілікті. Міне біздің кремдеріміз дайын. Осылай өзінің формасын ұстайтын болса, бізде крем дайын. Келесі бізде тортымызды жинайтын боламыз. Сіздерге айта кететін жайт, сіздер осындай форманы, кальцоны және де ацетоновый пленканы кондитерлік магазиндерден таба аласыздар.
Бұл бізде тортымыз теп-тегіс және де өзінің формасын ұстап, жақсы тұратын болады. Сіздер торт жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде үйлеріңізде болуы қажет. Барлық корждарын осылай бірінен кейін бірін кремдерін салып және де корждарымызды қойып, осылай кремдерін жағып шығатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Міне біздің соңғы корждарымызды қойдық. Осылай біздегі тортымыз биік және де әдемі болып шықты. Және біз осы тортымызды жағып болғаннан соң бір күнге қалдырамыз. Бір күнге қалдырған кезде біздің торттарымыздың кремдері корждарына сіңіп, әдемі болып тұрады. Келесі күні барып біз торттың оформление және де торттың сыртын қаптайтын боламыз. Біз енді торттың сыртын ганашын дайындайтын боламыз. Бізде сапалы 82%-ық сары майымыз бөлме температурасында болуы қажет, және де 100 грамм қант ұнтағы, яғни сахарный пудраны жақсылап осылай көлемі ұлғайтып, аппақ болғанша ағартып миксерлейтін боламыз. 5-6 минут жеткілікті. Сосын барып біздегі творожный сырды қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Біз бұл креммен торттың сыртын қаптайтын боламыз. Тортымызды жақсы және де теп-тегіс етіп шығатын болады. Барлығын миксердің көмегімен араластырып болғаннан соң, артынша өзіміздің кез келген реңге бояйтын боламыз. Менде детский тортымыз розовый күлгін болғандықтан, осындай кондитерский магазиннен пищевой красительді қосатын боламыз. Менде осындай 2 тамшысы ғана қажет. 2 тамшының өзінен әдемі рең шығатын болады. Міне біздің торттың сыртын қаптайтын креміміз дайын болды. Осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, жаңағы кондитерлік пакеттің көмегімен салып, тортымыздың сырттайтын боламыз. Бізге өте ыңғайлы және де жұмысымызды жеңілдетеді. Міне біздің тортымыз бір күннен кейін барып, біз осылай сыртын қаптайтын боламыз. Сіздер де осылай бір күнге қойсаңыздар, торттарыңыз кремдері корждарына сіңіп, әдемі болып тұрады. Осылай барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, сіздерде торттарыңыз дұрыс шығатын болады. Тортымыздың сыртын осындай штапельдің көмегімен тегістеп алатын боламыз. Тортымыздың сырты тегіс болғаннан соң, енді оформлениясын жасайтын боламыз. Біздегі детский торттың оформлениясы осындай 1 жастағы қызымызға, Медина деген қызымызға арналады. Тортымыз әдемі, сәнді, осылай детский болған үшін менде осындай қоянды таңдадым. Осылай қоянмен тортымыз әдемі үйлесе кетті. Келесі бізде шоколадный шариктермен әрілейтін боламыз. Біздегі осындай ақ шоколадтың көмегімен Медина қызымыздың атын жазып, формасын осылай қоятын боламыз.
Келесі кезекте осындай шоколадный шариктер, бұның барлығы осындай краситель және де кондурин, ақ шоколадтың көмегімен осылай формасын жасап алдым. Жасап болғаннан соң тортымызға әдемі етіп қойып шығатын боламыз. Міне біздің тортымыз дайын. Сіздерге тортым ұнаса, лайктарыңызды аямаңыздар және де астына бөлсе кетіңіздер пікірлеріңізді жазып. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын! Күн достар, бүгін сіздермен бір қамырмен екі түрлі пирог жасайтын боламыз. Тары қосылған сметаник пен шоколадный сметаникті ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де тойымды болып келеді. Менің парақшам пайдалы, маған тіркеле кетіңіздер. Алдын ала 50 грамм тарымызды жуып тазалап алатын боламыз. Жуып болғаннан соң қайнап тұрған ыстық сүтімізге үстіне құйып, бұқтырып қоятын боламыз. Бізде алдын ала қазір қамырын дайындап болғанша бетін жауып алып қоятын боламыз. Тары қосылған пирог ерекше дәмді, хош иісті, ауызашарға жақсы кететін сметаниктардың бірі. Менің рецептіммен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен біз сметаниктің тестасын дайындайтын боламыз. Бізге 400 грамм ұн және де 200 грамм сары май және де 1 чай қасықпен ұн қопсытқыш және де хош иіс беру үшін ванилинді қосып жасайтын боламыз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқа мен қантты екеуін жақсылап, қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Осылай қантымызды ертіп алсақ, бізде қамырымызда жұп-жұмсақ болып шығады. Сол себепті сіздерде осылай ертіп алғандарыңыз дұрыс. Енді біз ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Артынша салқын сары майымызды да салып, екеуін жақсылап басын біріктіріп араластыратын боламыз. Дайын болған қамырымызды енді екеуін біріктіріп, жұмыртқамен араластырып, дайын жұп-жұмсақ болып шығатын қамырымызды дайындайтын боламыз. Барлығы видеода көрсетілгендей етіп жасайтын боламыз. Міне бізде қамырымыз жұп-жұмсақ болып шықты. Осылай қолға жабыспайтындай етіп, қамырымызды дайындап, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Келесі біз сметаниктің салмасын дайындайтын боламыз. Бізге 20%-дан жоғары осындай 400 граммдық сметанамыз қажет болады. Артынша 150 грамм қант және де 2 дана жұмыртқа. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл сметаниктар өте дәмді және де шаймен жақсы кетеді. Сіздер де осылай ауызашар кезде дайындап берсеңіздер, дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, дайын болған тарымызды да қосып жіберетін боламыз. Біздің тарымыз осылай сүтте көлемі ұлғайып, осылай өзіне тартып алатын болады. Болғаннан соң біз начинкамызға қосып, жақсылап барлығын басын біріктіріп, араластырып алатын боламыз. Тары қосылған сметанигіміздің дәмі ерекше дәмді болып келеді. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген формамызға, менде 26 дециметрлік форма, сол формамызға жақсылап жайып шығатын боламыз. Алдын ала біз пешімізді қосып қоятын боламыз. 180 градусқа конвекция режиміне қосып дайындап қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыздың тестасы дайын. Енді салмасын салып, 180 градуста пешімізде пісіріп алатын боламыз. Келесі біз шоколадный сметаниктің салмасын дайындайтын боламыз. Бізде 20%-дан жоғары қаймақ алынбаған 400 грамм сметана және де 2 дана жұмыртқа, 150 грамм қант, екеуін жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан соң 3 ас қасықпен какаоға қосып, жақсылап араластыратын боламыз.
Какаоны қосқаннан соң міндетті түрде сметаниктарыңызды жақсылап араластырыңыз. Арасында түйіршіктері қалып кетпес үшін ситаның көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Өздеріңізге сенімді боласыздар. Видеода көрсетілгендей мен осылай арасын өткізіп алдым. Сонда менде арасында ешқандай түйіршіктер болған жоқ. Сіздерге де кеңес беремін, осылай жасап алыңыздар. Міне бізде ешқандай түйіршіктері жоқ. Осылай салмасы дайын болады. Дайын болғаннан соң жайып қойған қамырымыздың салмасын салып 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Достар, міне біздің пирогтарымыз дайын болды. Осылай бір күнге суытып болғаннан соң ғана мен осылай формасынан алып, екі сметанигімізді бірге қосатын боламыз. Өте дәмді, шоколадный және де тары қосылған сметаниктарымыз дайын. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет, жұп-жұмсақ болады, ауызда еритін сметаниктардың бірі. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, үлпілдеріңізді аямаңыздар, және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астындағы батырманы басып тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын хит печеньеларының рецептісін бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен 2 жұмыртқа, 30 грамм какао, 180 грамм шекер және де қант ұнтағы керек болады. Ең алдымен біз ұнымызды салып, артынша разрыхитель, қант, какао, құрғақ заттарымыздың барлығын салып, араластырып аламыз. Араластырып болған соң ертілген сары майымызды, 2 жұмыртқамызды салып, жұмсақ етіп, печеньенің тестасын дайындайтын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қолымызға жабыспайтындай етіп, жұп-жұмсақ қамырларымыз дайын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамырымыз дайын болды. Печеньеларымызды біз 30 граммнан есептеп алсаңыздар болады. Сонда сіздерде бір келкі болып шығады. Барлығын домалақ етіп, осындай сахарный пудраға аунатып, сосын барып формамызға салып пісіріп алатын боламыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Сосын барып печеньеларымызды пісіріп аламыз. Менің каналымнан керемет видео рецепттерді жоғалтып алмас үшін астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Енді 180 градуста пешімізде пісіріп алатын боламыз. Келесі біз екінші печеньемізді дайындайтын боламыз. Бұл красный бархат печеньесі деп аталады. Бізде сары май, шекер және де 2 жұмыртқаны миксердің көмегімен араластырсаңыздар болады. Артынша осылай красителімізді де қосатын боламыз. Қасықтың ұшымен ғана қоссаңыздар, сіздерде қызыл түсті анық беретін болады. Осылай барлығын араластырып, артынша ұнымызды да салып,
екі бөліп салатын боламыз. Арасында ұн қопсытқышымызды, разрыхителімізді салып, жақсылап жұқа етіп, жұп-жұмсақ тестамызды дайындайтын боламыз. Барлық печеньенің құрамын және де грамдарын астында описанияға қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Сіздердің тесталарыңыз қолға жабыспайтындай өте жұмсақ болып тұруы қажет. Сонда біздің печеньеларымыз жұп-жұмсақ және де әдемі болып көтеріліп пісіп шығатын болады. Бұл печеньеларда да 30 грамнан есептеп алсаңыздар болады, сонда біркелкі болып шығады. Бұл печеньеларда да домалақ етіп, сахарный пудраға аунатып, 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Сіздер бұл печеньені рецептісін өздеріңіз жасап, табыс көзіне айналдыруға болады. Осылай өте әдемі керемет шыққан печеньеларды сіздерде міндетті түрде сатып алатын болады. Құрамы да қолжетімді заттардан тұрады. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды, енді пісіріп алатын боламыз. Келесі бізде үшінші печеньеміз бұл лимонды печенье болып табылады. Жұп-жұмсақ сары майымызды, шекерімізді және де 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Жұп-жұмсақ болып тұру қажет. Бізде сары майымыз бұл барлығын араластырып болғаннан соң, бізде лимонның сыртын үккіштен өткізіп, осылай печеньеңізге қоссаңыздар болады. Рең береді және де өте дәмін керемет болып шығады. Артынша лимонның жартысын, суын, 2-3 қасықтай суын қоссаңыздар өте керемет болып шығады. Артынша ұн және де ұн қопсытқышымызды да салып, жұп-жұмсақ етіп тестамызды илейтін боламыз. Барлық печеньеларымызды жасаған кезде біздің тесталарымыз жұмсақ және де қолға жабыспайтындай болуы қажет. Ешқандай магазиннен печенье сатып алмай, сізде үйде осылай жасасаңыздар өте керемет болады. Құрамы да қатты қымбат емес және де қолжетімді заттардан тұратын дәмді жұп-жұмсақ печеньеларды өздеріңіз жасап көріңіздер. Барлық печеньеларымызда осылай домалақ етесіздер және де сахарный пудраға аунатып, осылай формасын салып пісіретін боламыз. Достар, бұл рецептпен достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне біздің 3 печеньеларымыз да пісіп шықты. Бұл печеньеларды тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, хош иісті болып шықты менде печеньеларым. Осылай заказға жасап, табыс көзіне айналдыруға болады. Достар, егер де видео ұнаса және де сіздерге бұл рецепт пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, және де лайк басып, комментария қалдыра кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Поделиться етіп, жан-жаққа достарыңызға жіберіңіздер. Міне біздің печеньеларымыз дайын. Осылай жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын. Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып ауызда еріп тұратын творожникті жасайтын боламыз. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 350 грамм ұнымызды салып, артынша 15 грамм ұн қопсытқыш, 100 грамм қант, барлығын жақсылап араластырып, 120 грамм тоңазытқыштағы салқын сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Болған соң бір дана жұмыртқамызды ұнымызға араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Артынша соңында біздің қамырымыз басы бірікпей жатқан болса, бізде 3 ас қасық салқын суымызды қосып, басын біріктіріп, творожниктің тестасын дайындайтын боламыз. Міне осылай дайын болады, жұп-жұмсақ болып, біркелкі болғаннан соң біз тестамызды екіге бөліп, пищевой пленкаға салып, екеуін морозилкаға жіберетін боламыз. Біздің тестамыз 1 сағат немесе 40 минуттай тұру қажет. Келесі бізде начинкасын дайындайтын боламыз. Бізде 400 грамм творог және де 2 дана жұмыртқа, 100 грамм қант, барлығын жақсылап араластырып, 150 грамм 20%-тан жоғары сметанамызды салып, барлығын блендердің көмегімен басын біріктіріп алатын боламыз. Келесі бізде осылай 1 сағат өткеннен соң біз тестамызды осындай үккіштен өткізетін боламыз. Сонда ғана біздің тестамыз ауызда ерейтіндей жұп-жұмсақ болып шығады. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Менде форма 23-24. Өздеріңіз осында кез келген формаға алып жасасаңыздар болады. Дайын болған
тестамызды үстіне біз начинкамызды құйып, артынша тағы да үкіштен өткізілген тестамызды салатын боламыз. Бізде осындай начинкаға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген ягоды немесе варенье, джем қолдансаңыздар болады. Мен де осындай ягоды түрін қолдандым. Осыны кукурузный крахмалға араластырып, осылай творожниктің бетіне салып шықтым. Келесі бетінде бізде осылай үкіштен өткізіп, алдын ала дайындап қойдым. Осылай дайындап қойсаңыздар да болады. Дайындап қойған тестамызды бетіне сеуіп, 180 градуста пешімізде пісіріп аламыз. Біздің творожник пісіп шықты. Пісіп шыққаннан кейін 1-2 сағаттан кейін ғана формасынан шешіңіздер. Суытып барып шешіңіздер. Сонда ғана сіздердің творожниктарыңыз формасы бұзылмай, дұрыс кесілетін болады. Достар, егер де менің рецептім сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер, және де астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұп-жұмсақ болып шығатын, ауызда еритін творожник. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын! Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен трикота, яғни 3 марғау тортын жасайтын боламыз. Бұл торт молочная девочка, тәтті қыз торты. Сіздермен рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл тортты өздеріңіз үй жағдайында балаларыңыздың туған күніне жасап берсеңіздер болады. Өте әдемі және де балаларыңыз қуанатын болады. Сіздермен оңай және де тез дайын болатын торттың рецептісін бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге сгущенка және де 3 дана жұмыртқа қажет болады. Бізде 1 банканың сгущенкасы қажет. Астына толық описание бөліміне жазып кететін боламын. Екеуін жақсылап миксер болмаса венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Екеуі жақсылап араласу қажет. Артынша құрғақ заттарымыз ұн және де разрыхитель, қалауыңызға қарай ванилин қоссаңыздар болады. Мен барлығын жақсылап қосып араластырып, массасы дайын болғанша осылай біркелкетіп миксердің көмегімен араластырып отырдым. Достар, қазақша контентті қолдап, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де көптеген торттардың рецепттерін менің каналымнан көре аласыздар. Өте оңай және де қарапайым оригинал рецепттерді таба аласыздар. Біздің тортымыздың тестасы дайын болды. Енді біз тортымызды пісіріп алатын боламыз. Ең алдымен бізге ыңғайлы осындай кондитерский мешоктың көмегімен формамызға сызып пісіріп алатын боламыз. Менде 24 дециметрлік торт. Сіздерде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай пергамент қағазына сызып, алдын ала видеода көрсетілгендей етіп пісіріп алсаңыздар, торттарыңыз тегіс пісіп шығады. Пешімізді алдын ала жарты сағат алдын 180 градусқа қосып қоятын боламыз. Торттарды міндетті түрде осылай бетін бір тегіс етіп жағып алыңыздар, өйткені біздің тортымыз формасы әртүрлі болып пісіп кетеді. Сондықтан да қасықтың көмегімен бір тегіс етіп, барлығын біркелкі айналдырып шығамыз. Бұл молочная девочка тортын көптеген адамдар жақсы көреді және де өте оңай, қарапайым. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұп-жұмсақ болып корждары пісіп шығады және де дәмі де тіл үйіретін торттардың бірі. Міне біздің корждарымыз пісіп шықты. Менде 10 штук корж шықты. Осылай жұп-жұмсақ және де қолға жабыспайтындай әдемі болып қызарып шығады. Келесі кремін дайындайтын боламыз. Бізде осындай коллехтің творожный сыры қажет. Сосын барып 150 грамм қантпен екеуін жақсылап біркелкі болғанша қантпен араластырып алатын боламыз. Екеуі біркелкі болғаннан соң барып артынша 33% сливкиімізді қосатын боламыз.
Міне біздің кремдеріміз дайын, осылай формасын ұстайтындай әдемі болып шығады. Кремдеріміз осылай аралас болғаннан кейін барып тортымызды креммен жинап жағатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп корждарымызды бірінен кейін бірін кремдерімізді жағып жинаймыз. Бұл кремчезбен тортымыз өте жұмсақ және де нәзік болып шығады. Кремдерін жағып тортымызды жинап болғаннан соң бір күнге қойып қойсақ тортымыздың кремдері корждарына сіңіп әдемі болып тұрады. Келесі күні торттың сыртын қаптайтын боламыз. Міне біздің тортымыз дайын, осындай әдемі нәзік болып шығады. Тортымның сыртын осылай сары красительмен кремчезге араластырып, осылай торттың сыртын қаптадым. Менде 3 жастағы қызға және де Трикота персонажындағы мультфильмдерді осылай алдын ала әрлеп дайындап алатын боламыз. Бұл жерде сахарный бумагаға осылай распечаткаға шығарып алатын боламыз. Өзіміздің кез келген мультфильм немесе одан басқа да бөлек распечаткаға шығарып, осылай тортымызды әрлейтін боламыз. Тортты енді жасап жатқандарыңыз болса, бұл персонаждарды өздеріңіздің кез келген керекті заттарыңызды кондитерский магазиннен таба аласыздар. Менде келесі осындай безеден жасалған гүліміздің формасы, осыны одан сайын тортымызды әдемі етіп ашып тұрады. Достар, егер де сіздерге торт ұнаса, лайк басып астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің парақшам пайдалы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Менің каналымнан көптеген оригинал торттардың рецептісін таба аласыздар. Осылай үй жағдайында шығынсыз осылай торт жасап үйренгілеріңіз келсе, менің парақшамнан көптеген рецепттерін таба аласыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайтынына сөзсіз. Және де өздеріңіздің кез келген персонажды мультфильмдеріңізді кондитерский магазиннен распечаткаға осылай шығарып ала аласыздар. Одан бөлек көптеген персонаждарды да таба аласыздар. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте оңай. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жұмыртқасыз, сүтсіз жасалынатын печенье дайындайтын боламыз. Құрамы қолжетімді заттардан тұрады. Астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен 100 грамм сары майымызды саламыз, және де 2 ас қасық балымызды қосамыз, және де екеуін жақсылап газдың астында ерітіп, біркелкі етіп араластырып аламыз. Барлығы ерігеннен соң 1 чай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып отырамыз. 2-3 минут қайнаған соң оттан алып қоятын боламыз. Бізде келесі 1 стакан овсянка, және де 1 стакан шекер, 1 стакан кокосовый стружка, артынша шым-шым тұз,
және ұнымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Төменде описание бөліміне қалдыратын боламын. Бізде осындай бір штук апельсинімізді аламыз. Апельсиніміздің біздің сыртқы цедрасы қажет болады. Осылай теркадан өткізіп аламыз. Болғаннан соң жаңағы суыған ертілген сармай мен балымызды осының үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі араластырып, қолға жабысатындай жұмсақ масса болу қажет. Жаңағы апельсиніміздің суын осылай алатын боламыз. Біздің печеньямыз дәмді және де хош иісті болып шығады. Барлығын араластырып аламыз. Болғаннан соң осылай қолымыздың көмегімен ұстап көреміз. Біздің қолымызға жабыспайтын болса, біздің печеньямыз дайын деген сөз. Болғаннан соң осылай өздеріңіздің кез келген формаларыңызға салып, болмаса қолмен де осылай істесеңіздер болады. Осылай домалақтап алып, пергамент қағазына салып, 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньяларымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет, хош иісті болып шығады. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса және де ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерді жасап көріңіздер. Ас болсын! Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен мерекелік дастархандарға арналған салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға осылай картоптарымызды жуып, тазалап, үкіштен өткізіп алатын боламыз. Барлығын осылай қуырып, майда қуыратын боламыз. Сарғыш түске енгеннен соң осылай алатын боламыз. Бізде бұл картофель пай, бізде әдемі және де салаттың ішіне қосатын боламыз. Осылай картоптарымыз осылай қызарып және де қытырлақ болып пісуі қажет. Келесі бізде 4-5 дана жұмыртқамызды алып, осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кубик немесе осылай соломка түрінде кесіп дайындап алсаңыздар болады. Артынша 4 қызылшамызды да суға пісіріп, қайнатып аламыз. Бұны да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап, дайындап алатын боламыз. Бұл салат өте витаминге бай, сондықтан да міндетті түрде аптасына бір рет осылай жасап тұрыңыздар. Келесі бізде осылай картофель пайдың жартысын ғана қосатын боламыз. Қалған бөлігін салатымыздың бетін әрлегенге қолданатын боламыз. Және де осылай 200 грамм жүгері қосатын боламыз. Артынша шым-шым тұз және де укропымызды сеуіп араластыратын боламыз. Барлығын салып болғаннан соң мөлшерінше майонезімізді де қосып араластырып, салатымызды ұсынуға дайындайтын боламыз. Міне осылай сіздерде 5 минуттың ішінде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де витаминді салаттардың бірі. Мерекелік дастархандардың кезінде осындай немесе алдағы келе жатқан жаңа жыл мейрамында осы салатты дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бізде соңында осылай картофель пайдың қалған бөлігін осылай бетіне әрлеуіне қосатын боламыз. Және де жүгерінің бөліктерін осылай әдемі етіп қоссаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып, тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын! Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын тортты жасайтын боламыз. Тортты бір жасағаннан осылай әдемі болып шығатын болады. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен 160 грамм қант және де 4 дана жұмыртқамызды жақсылап миксермен көлемі ұлғайғанша миксерлеп алатын боламыз. Артынша ерітілген сармай және де Қазақстан шоколадын осылай микроволновкада ерітіп аламыз. Еріген сармайымыз бен шоколадымызды міндетті түрде ыстық болмауы қажет. Екеуін біркелкі етіп араластырып болғаннан соң ғана суытып массамызға қосатын боламыз. Артынша араластырып болғаннан соң құрғақ заттарымыз ұн, какао, разрыхитель барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып екі бөліп біркелкі етіп салатын боламыз. Дайын болған корждарымызды енді осылай өзіміздің кез келген диаметрге қарай пісіретін боламыз. Менде бұл жерде диаметрі 20 сантиметр. Осылай алдын ала пергамент қағазына сызып, осылай барлығын бір тегіс етіп жағып алатын боламыз. Барлығын дайындап болғаннан соң артынша творожный сыр, қант ұнтағы және де сливки салқын болу қажет.
барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң біркелкі қою көлемде креміміз дайын болады. Төменде описание бөліміне барлық құрамын жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Кремімізді бұлай миксермен өте көп уақыт миксерлемеуіміз қажет, өйткені біздің креміміз іріп кетуі мүмкін. Сол себепті осылай кремдеріңіз плотный болған кезде ғана миксерді тоқтататын боламыз. Міне бізде осылай 6 корж шығады. 6 коржымызды осылай барлығын дайындап суытып аламыз. Суып болғаннан соң кремдерімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Тортымызды осындай кольцоның көмегімен жинайтын боламыз. Дайын кремдерімізді осындай кондитерский магазиндерден алсаңыздар болады. Осындай мешокқа салып, бір тегіс етіп, кремдеріміздің әр бөліктеріне осылай бір тегіс етіп жағып шығамыз. Жинап болған тортымызды 5-6 сағатқа немесе бір түнге қалдырсаңыздар, біздің тортымыз жұмсақ болып, торттың кремі бір-біріне сіңіп, әдемі болып тұрады. Келесі біз қалған кремнің бөлігін сыртын қаптайтын боламыз. Бізде осылай кондитерский магазиннен осындай қоңыр цветін алатын боламыз. Өздеріңіздің торттарыңызға қарай цветін өздеріңіз таңдайтын боласыздар. Менде осындай қоңыр түсті крем дайын болды. Енді біз 5-6 сағаттан кейін ғана тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Осылай теп-тегіс болып шығады. Сыртын жаңағы кремімізбен қаптап, бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Бізде туылған күннің иесіне осындай сахарный бумагаға осындай сөздерімізді алдын ала шығарып алдық. Сосын барып шығарып болған қағазымызды формасынан кесіп, мастикамен астын жабыстыратын боламыз. Мастикамен жабыстырып болғаннан соң осындай таяқшалардың көмегімен барлығын осылай қадап астына қойып шығатын боламыз, және де 1-2 сағатқа қалдырып кептіріп аламыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Дайын болған тортымызды осылай барлығын оформлениясын өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын! Сәлем достар, бүгін үй жағдайында творожный сыр жасайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, кәдімгі творожный сырдан аумайды. Бізге осындай магазиннің айраны қажет болады. Осы айранды алдым, проценті 2-3%. Осыны алдын ала морозилкаға қатырып алатын боламыз. Қатырып алғаннан соң осы ыдысынан шығарып, осындай асты тесік ыдысқа және де үстіне марлені қоямын. Қойып болғаннан соң айранымызды салып, осылай жақсылап орайтын боламыз. Осылай суын сырғытып, ертіп алатын боламыз. Бөлме температурасына қалдырсаңыздар болады. Міне менде осындай болды. Осындай сары суынан ажыратып аламыз. Ажыратып алғаннан соң осылай дайын болған массамызды кез келген ыдысымызға салып, орналастыратын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, өте әдемі және де магазиндегі творожный сырдан аумайтын домашний творожный сыр шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай және де қарапайым. Магазиннен қымбатқа сатып алғаннан өзіңіз жасап көріңіз. 900 грамм айраннан бізде 230 грамм творожный сыр шықты. Бұл творожный сырды торттарға, десерттерге қолдансаңыздар болады. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын! Сәлем достар, бүгін сіздермен онсыз қансыз жасалынатын ерекше пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен ыдысымызға сұлы жармасын салып, жылы сүтімізді де үстінен құйып, араластырып, 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Бізге 2 дана банан қажет болады. Бұл банандар пісіп тұрған, жұмсақ болып тұрған, сырты қарайған банандарды алсаңыздар, өте керемет болады. Бұл сіздердің тәттілеріңіздің дәмді болуына әсерін тигізеді. Артынша 2 дана жұмыртқамызды да салып араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша ванильный сахарды да салып жібереміз. Егер де пирогтың тәтті болғанын қаласаңыз, 30 грамм шекер қосып жіберсеңіз болады. Артынша 30 грамм какао және де 1 чай қасық разрыхителімізді де қосып араластыратын боламыз. Бұл пирог бізге артық салмақ қоспайды, керісінше бізге пайдалы болып келеді. Өйткені бізде пирогтың құрамында овсянка, бұл сұлы жармасы болады, ағзамызға пайдалы болып келеді.
Бізде сұлы жармамыз сүтті өзіне тартып, осылай жұмсақ болып келеді. Сосын барлығын тестамызға қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, тіркеле кетіңіз. 24 дециметрлік формаға салып, пісіріп алатын боламыз. Алдын ала осындай пергамент қағазын салып аламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста пирогымызды 1 сағат 40 минутта пісіп шығады. Біз пирогтың бетіне шоколадпен әрлейтін боламыз. Осындай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген шоколадты алып, ертіп аласыздар. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң суытып барып, бетіне осындай шоколадты жағып әрлесеңіздер болады. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Пирогымыз дайын, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте нәзік, беті жылтырап тұратын, жұмсақ болып шығатын печеньеларды дайындайтын боламыз. Барлық құрамын мен астында төменде описанияға қалдыратын боламын. Біз ең алдымен осылай құрғақ заттарымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан соң, ертілген сары майымызды және де бір дана жұмыртқамызды жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бізде бұл тестамыз өте жұмсақ болуы қажет, сонда біздің печеньеларымыз өте жұмсақ және де өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Міне біздің тестамыз дайын болды, осылай жұмсақ болады. Сосын барып печеньеларымызды осылай домалақ етіп, барлығы бір данасын 30 граммнан есептеп алсаңыздар болады. Сонда сіздердің печеньеларыңыз біркелкі етіп шығатын болады. Біз алдын ала пешімізді қосып қоямыз 180 градусқа. Сосын барып біз осы печеньелардың бетіне Қазақстан шоколады немесе басқа да шоколадтарды қолдансаңыздар болады. Осылай алдын ала ертіп дайындап қоятын боламыз. Ыстық суға салып, сосын барып біздің шоколадтарымыз еритін болады. Еріген шоколадтарымызды осылай печеньеларымыздың үстінен бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Міне біздің печеньеларымыз дайын. Енді 180 градуста пеште пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньеларымыз осылай беті әдемі болып жылтырап шығатын болады. Өте нәзік печеньелардың бірі, шаймен ішкенге өте керемет болып шығады. Достар, егер де видео ұнаса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын үй жағдайында балмұздақ жасайтын боламыз. Небәрі 2 ғана зат қажет болады. Қазіргі таңда жаз мезгілінде ыстығымызды басатын балмұздақтардың бірі. Бізге ең алдымен осылай банан және клубника қажет болады. Біз оларды жақсылап жуып, турап, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа жіберетін боламыз. Міне біз бананымызды және клубникамыз тоңазытқыштан дайын болды. Енді біз барлығын алып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша блендердің көмегімен араластыратын боламыз. Бұл балмұздақ өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығы табиғи заттардан тұрады және де 5 минутта дайын болатын балмұздақтардың бірі. Барлығын блендердің көмегімен араластырып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Міне біздің балмұздағымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шыққан, құлпынай дәмі бар керемет балмұздақ шықты. Келесі біз өзіміздің кез келген ыдысымызға салып ұсынсаңыздар болады. Достар, егер де видео ұнаса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сәлем достар, егер сіз шаймен осындай керемет десертпен шай ішкіңіз келсе, осы десертті жасап көріңіздер. 5 минут қана уақыт алады және де микроволновкада 5 минутта пісетін болады. Бірінші біз осындай кружкамызға 3 қасық ұн салатын боламыз, шай ішетін қасықпен, және де 1 шай қасық шекер, 1 шай қасық какао,
және де бір чайный қасықтың жартысы разрыхитель қосасыздар. Сосын 1,5 стакан осындай сұйық майды қосып жібересіздер. Сосын 5 шай қасық сүтімізді құйып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң бір қалыпты тестамыз дайын болады. Сосын барып осындай кез келген шоколадтың түрін алсаңыздар болады. Менде милка шоколады. Соны ортасына саласыздар. Салып 1-2 минутқа микроволновкаға жіберетін боламыз. Міне біздің шоколадный десертіміз дайын болды. Піскенін зубочистканың басын тығып көрсеңіздер болады. Құрғақ болса, ол біздің бисквитіміз пісті деген сөз. Біз десертімізді енді бетіне сахарный пудра сеуіп, әсемдеп ұсынсақ болады. Біздің шоколадный десертіміз дайын. Егер де ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын!